Сөз депутат Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрге. Құрметті Әлихан Асқанұлы, Қазақстан қай заманда да қысым көріп, өз елінен қашып, босқын болуға мәжбүр болған, талай халықты өз басындағы қиыншылықтары қарамастан құшақ жая қарсы алып, аман алып қалғанына тарих куә. Қазақстан Республикасы өркениетті ел ретінде Ресей шекарасынан елімізге бас сауғалап, соғыстан қашқан Ресей азаматтарына міне тағы да пана болды. Бұл гуманитарлық дағдарыс кезінде қазақ еліне ішкі істер министрлігінің кешегі ақпараты бойынша 200 мың адам Ресейден кірсе, 140 мың адам елімізден шыққан. Ал 30 қыркүйекте Forbes журналында жарияланған еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша жалпы бүгінде елімізде 350 мың Ресей азаматы тұрақты түрде тұрып жатыр. Өткен аптадағы көшіп келушілердің басым көпшілігі Астана мен Алматыға шекаралас облыс орталықтан орналасуда. Онсыз да ішкі миграцияның салдарынан тұрғындардың саны күрт өскен үлкен қалаларымызға инфраструктуралық және әлеуметтік экономикалық қысым артуда. Негізінен әскер жасындағы ресейлік азаматтардың біздің елімізге жаппай қоныс аударуы бүгінгі посткеңестік ушыққан геосаяси жағдайда халқымызды қатты алаңдатып отыр. Еліміздің басты байлығы ол тәуелсіздігіміз, жер тұтастығымыз, елдің амандығы мен халқымыздың бейбіт өмірі. Әртүрлі себептермен біздің елімізге қоныс аударуға мәжбүр болған шетел азаматтарының арасынан бүгін Қазақстан өндірісіне қажет жетіспейтін техникалық, IT саласын және тағы басқа мамандары өз орындарын тауып, ел экономикасына пайдасын тигізіп, бір кірпіш болып қаланса, оған біз бизнес партиясы ретінде түсіністікпен қараймыз. Алайда, олар Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына қалтқысыз бағынуға, тіліміз бен салт дәстүрімізді құрметтеуге міндетті. Сондай-ақ миграциялық дағдарысты пайдаланып, ел ішін арандатушылардың іс-әрекеттеріне тосқауыл қойылуы тиіс. Өкінішке орай қазірдің өзінде еліміздің кейбір аймақтарында арандату оқиғалары бой алдыртып жатыр, қылмыстық істер қозғалып, арандатушылардың алдын шұғыл алып жатқан құзырлы мемлекеттік органдарға ризашылығымызды білдіреміз. Осы орайда алдымен Қазақстанда қанша Ресей азаматтары бар екенін нақтылап, жауап беруіңізді сұраймыз. Сондай-ақ Ақ жол партиясы үкімет жедел түрде тиісті сақтық шараларын қабылдап, мүдделі мемлекеттік органдарға төмендегідей тапсырма беру тиіс деп санаймыз. Біріншіден, көшіп келушілердің Қазақстанда қалуға ниет білдірген азаматтар үшін қалалар мен елді мекендерде бейімдеу орталықтарын ашып, бұл орталықтарда оларға Қазақстан тарихын, мәдениеті мен салт дәстүрін таныстыру, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын түсіндіріп, құқықтық кеңес беру, қазақ тілі курстарын ашу және әрбір көшіп келген шетел азаматын бейімдеу орталығынан өтуді міндеттеу. Екінші, әрбір қоныс аударушының қос азаматтық фактісі бойынша тексеру және нәтижесі бойынша тиесілі құқықтық шара қолдану. Үшіншіден, ақпараттық қауіпсіздікті қатаң бақылап, яғни әлеуметтік желілерге, келушілердің чаттарына контент сараптама жасап, мониторинг жүргізіп, ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін және мемлекетіміздің жер тұтастығына, тәуелсіздігімізге күмән келтіретін жазбалардың авторларын ерекше қадағалауға алып, ондай ерткі салушыларды қатаң жауапкершілігі тартып, оларды елден шұғыл аластау қажет деп санаймыз. Соңғы кездері қоғамда шекараны жабу туралы ұсыныстар жиі айтылып жатыр. Ең алдымен бұндай шешімге баруға мемлекетіміздің халықаралық келісімдері кедергі. Сонымен қатар біз қолына қару ұстаудан бас тартқан ресейліктерді қабылдай отырып, соғысқа қатысушылардың санын азайтып, осы арқылы еліміз бейбітшілік үшін үлес қосты деп есептейміз. Бұл миграциялық дағдарыс ары қарай әрқилы дамуы мүмкін. Осы орайда ұлттық мүддемізге қауіп төнетін болса, біздің мемлекеттік органдар қабылданатын тиісті шаралардың бірнеше вариантын, бірнеше нұсқасын алдын ала әзірлеп, кез келген жағдайға дайын болу керек деп санаймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары, рахмет.